Қалайсыздар, үй қанымдары, қалай жағдайларыңыз? Жаз басталып, шиенің сезоны басталды. Бүгін балдарым осындай шие теріп келіпті. Енді осыдан біз компот және варенье жасайтын боламыз. Шиенің вареньесі өте жақсы көремін мен өзім. Бұл жерде осы ыдыстағы шиені мен уже жуып дайындап қойдым. Бұған енді бірге бір шекер қосамыз. Мысал үшін сізде 3 кило болса, 3 килоға 3 кило шекер қосып дайындайсыз. Осылай шекермен үстінің бәрін құйып түнге қалдырамыз. Ертең бұны қайнататын боламыз. Менің вареньем түрімен тұрды. Суы шығып тұр өзінің. Енді осыны қайнататын боламыз. Міне қыздар, бізде қайнап шықты. Осындай бетінде розовый осындай көбіктер шығады. Мен жақсылап бір араластырдым да, енді 20 минутте қайнатамын. Сөйтіп өшіріп, бұқтырып қоямын. Сөйтіп біраз демін алғанша солай қойып қоятын боламыз. Қыздар, осылай тұрған бізде 3 сағаттай болды. Енді мына жерде банкілерімді булап жатырмын. Нада тасып кетті бағана, сондықтан бұлай жартысын бөліп алып қайнатып жатырмын. Бұны да енді мен 20 минуттай болды қайнатып жатқаныма. Қазір енді бұны стерилденген банкімізге құйып жаба береміз. Почти вареньеміз дайын болып қалыпты біздің. Оны болғаннан кейін мына кастрюльдегіні қойып қайнатамын. Өйткені менде көріп тұрғандарыңыздай жайым аз болып тұр. Мынаны өшірген соң осы жерге қоямыз қазір үлкен кастрюльді. Мінекей біздің шиеден жасалған вареньеміз дайын болды. Барлығын қақпағын жауып, әдемілеп дайындап қойдық. Енді бұйырса қыста отбасымызбен бірге шиеден варенье жеп отыратын боламыз. Алла қаласа. Сіздермен бірге болған үй ханымы маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.